842 есептің біріншісін шығарайық. 6,3 көбейтілген 1,8. Баған түрінде көбейтсем, сегіз жерде 3-ім 24 болады. 2 ойда 48, 50 болады. Енді 1-мен көбейтетін болсақ, 3, 6. Қосындысын алайық, 4, 3, 11. Енді үтірден кейін 2 сан тұр. 2 саннан кейін үтір қайрамыз. Сонда 11,134-ке тең екен. Келесі екіншісін шығарамыз. 5,6 көбейтілген 2,5 тең. 5,6 көбейтілген 2,5. Так, 30 болады, 0 түсет, 3 ойда 25, 28. Так, 2, 1 ойда 11 болады. Қосындысын алайық, 0, 0, 1, 3, 4, 1. Сонда үтірден кейін 2 сан тұр, сонда нәтижесі 14-ке тең екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 0,8 көбейтілген 4,6 тең. 0,8 көбейту 4,6. Көбейтетін болса 48-ге тең болады. 8 4 ойда 0 4 түсіреміз. Енді 32 2 ойда 3 ойда 3 болады. Сонда 8, 6, 3 үтірден кейін 2 сан бар. Яғни 3,168-ге тең болады екен. Келесі төртіншісін шығарайық. 0,3 көбейтілген 1,5 тең. 0,3 көбейтілген 1,5. 15 болады. 1 ойда 1 түсіреміз. 3, 0. Сонда қоссақ 5, 4, 0. Өтірден кейін 2 сан бар. Сонда 0,145-ке тең екен. Келесі бесіншісін шығарайық. 1,9 көбейтілген 3,5 тең. 1,9 көбейтеміз 3,5. Көбейтсек 45-ке тең 5 болады. 4 айда 9 болады. Так, 7, 2, 5 болады. Қосындысын алайық. 5, 6, 6. Сонда өтірден кейін 2 сан бар. 6,165-ке тең болады. Келесі алтыншысын шығарайық. 0,2 көбейтілген 8,5 тең. 0,2 көбейту 8,5. 0, 1, 6, 1, 1 болады. Сонда 0, 7, 1. 2 саннан кейін қоятын болсақ, 1,7-ге тең екен. Келесі жетіншісін шығарамыз. 2,5 көбейтілген 0,9 тең. 2,5 көбейту 0,9. 45 болады. 5, 4, 18, 22. Ал 0-мен көбейтетін болсақ 0,0 болады. Қосайық. 5, 2, 2. Үтірден кейін 2 сан бар. Сонда 2,125-ке тең. Келесі 8-шін шығарайық. 1,7 көбейтілген 0,3 тең. 1,7 көбейту 0,3 деймізде. Так, 21-ге тең болады. 2 ойда 5 болады. 0, 0. Қосатын болсақ 1, 5, 0. Өтірден кейін 2 сан бар. 0,151-ге тең болады екен. Келесі 843 есептің біріншісін шығарайық. 17,4 көбейтілген 5,2 тең. 17,4 көбейту 5,2 деп баған түрінде жазып аламыз. Енді 2 санымен көбейтіп шығамыз. 8 болады, 14. 4 1 ойда 2, 3 болады. Енді 5-пен көбейтіп шығамыз. Сонда 0, 2, 35, 7 болады. 3 ойда 8 болады екен. 870-ке тең болады екен. Енді қосындысын алайық. 8,
4, 0, 1, 9 болады. Енді үтірден кейін 2 сан бар, сонда 90,48-ге тең. Келесі екіншісін шығарайық. Екіншісі 5,81 көбейтілген 1,5 тең 5,81 көбейтілген 1,5. 5 санымен көбейтіп шығамыз, 5 болады. 40 0 болады 4 ойда, 25 ойдамен 29 болады екен. Енді 1 мен көбейтетін болсақ, 1, 8, 5. Қосындысын алайық. 5, 1, 7, 8. Енді үтірден кейін 3 сан бар. 3 саннан дейін үтір қоямыз. Сонда 8,1715-ге тең екен. Келесі үшіншісін шығарамыз. 1,142 көбейтілген 0,3 тең 1,142 көбейту 0,3. Так, 6 болады, 2, 1, 4 болады. Енді 0 мен көбейтетін болсақ 0, 0, 0 болады екен. 6, 2, 4, 0, 3 саннан кейін өтір бар. 3 саннан кейін өтір бар, сондықтан да 3 саннан бұрын қоямыз. Сонда 0,1426-ға. Төртіншісін шығарамыз. 2,16 көбейтілген 0,124 тең 0,124 көбейтілген 2,16. 24 4 болады, 2 ойда, 12, 14, 1 ойда. Так, 0, 1 болады екен. Сонда 144 тең болады. Енді 2 мен көбейтейік. 8, 4, 0. Қосындысын алайық. 4, 2, 1 ойда, 5, 6, 0 болады екен. Үтірден кейін 3 сан бар. 0,1624-ге тең. Келесі 5-шісін шығарайық. 10,12 көбейтілген 2,102 саны. Тең баған түрінде көбейтейік. Так, 4 болады, 0 болады, 2 болады. Енді 0 мен көбейтсек 0 болады. Енді 2 мен қайтадан көбейтсетін болсақ 4 болады, 0 болады, 2 болады. Қосындысын алайық. 4, 0, 6, 0, 2. Өтірден кейін 3 сан бар. Сонда 20,1604-ге тең. Келесі 6-шы есебін шығарайық. 5,108 көбейтілген 3,103 тең. Так, көбейтіндісін аламыз. 24-ге тең болады, 2 болады, 15. Енді 0 мен көбейтсек 0 болады, 3 мен көбейтейік қайтадан. Так, 4, 2, 5, 1 болады. Қосындысын алайық. 4, 2, 9, 3, 15. Өтірден кейін так 4 сан бар. Сонда 15,10,000-нан 3,924-ге тең болады екен. Келесі 7-ші есебін шығарайық. 7-шісі берілген жазбай қойын. Орын тапшы бізде. 32,15 көбейтілген 0,16. Так, 3 болады, 12, 15, 1 болады, 18, 19 болады. Енді 0 мен көбейтетін болсақ 0, 0, 0 болады, 0, 5, 9, 1. Өтірден кейін 2 сан бар. Сонда 19,15-ге тең болады 7-шісі. Енді 8-шісін шығарайық. 46,12 көбейтілген 0,107. Так, 14 болады 1 ойда. 1 ойда
42, 43 4 ойда 28, 32. 32. Енді 0-4 көбейтетін болсақ 0 болады. Сонда 4, 3, 2, 3, 0. Өтірден кейін 3 сан бар. Сонда 3 бүтін тең болады. 3 бүтін 1000-нан 234 кетеді. 844-ші есептің біріншісін шығарайық. 7 бүтін 122 көбейтілген 0 бүтін 108. Нөлдерді жоқ деп есептеймізде 722 санын көбейтеміз 8-ге. Сонда 6, 1, 6, 7, 1 болады. Көбейтсек 57-ге тең болады екен. Сонда бізде үтірден кейін 4 сан бар. Яғни 4 санынан дейін қоямыз да 0-ді тіркейміз. Сонда 0 бүтін 10.000-нан 5776-ға тең екен. Келесі екіншісін шығарайық. 0 бүтін 161 көбейтілген 0 бүтін 1000-нан 23 тең. Нөлдерді жоқ деп есептеймізде 61 санын көбейтеміз 23 санына. Сонда 3, 18, 2, 12. Қосындысын алайық. 3, 0, 1, 3, 4 болады, 1 болады екен. Сонда бізде үтірден кейін 5 сан бар. Бізде жетпейді, сондықтан да үтір 0 жалғаймыз. Қоямыз және 0-ден кейін үтірде қоямыз. Сонда 0 бүтін 100.000-нан 1403-ке тең болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 0 бүтін 125 көбейтілген 1 бүтін 132 ден. 132 санын 25-ке көбейтейік. 0-ді жоқ деп есептейміз. Сонда 0, 1, 15, 16 болады. 6 7 1 ойда 5, 6. Енді 2-ні көбейтейік. 4, 6, 2. Қосындысын алайық. 0, 0, 1, 12, 13 болады. 3 болады. Енді өтірден кейін бізде 4 сан керек. Тіркейміз, 0 қоямыз. Сонда 0 бүтін 133-ке тең екен. Келесі төртіншісін шығарамыз. 0 бүтін 191 көбейтілген 0 бүтін 12. 91 санын көбейтеміз 2-ке. Сонда 2 болады, 18 болады. Өтірден кейін бізде 3 сан бар. Сонда өтір қоямыз да 0 қоямыз. Сонда 0 бүтін 1000-нан 182-ке тең болады екен. Келесі 5-шісін шығарайық. 0 бүтін 114 көбейтілген 0 бүтін 125. 0-дерді жоқ деп есептеймізде 14 санын көбейтеміз 25 санына. Сонда 0, 2, 7 болады, 8 болады, 2 болады. 0, 5 болады, 3 болады. Үтірден кейін бізде 4 сан бар. Сонда 4 саннан кейін қою үшін 0, 0-ді тіркейміз. Сонда 0 бүтін 1000-нан 35-ке тең болады. Келесі 6-шы есебін шығарайық. 6-шы есепте 0 бүтін 16 көбейтілген 0 бүтін 108-тен. 8 бен 6-ның көбейтіндісін аламыз. Ол бізде 48-ге тең болады. Өтірден кейін 3 сан бар. Сонда 0-ді тіркейм, 0 болады. 0 бүтін 148-ге тең екен. Келесі 7-шісін шығарайық. 3 бүтін 152 көбейтілген 0 бүтін 11 тең 0-ді жоқ деп есептеп 352 санын 1-ге көбейтеміз. Сонда ол 352-нің өзіне тең болады. Өтірден кейін бізде 3 сан бар. Алдына қойып 0 тіркейміз. Сонда 0 бүтін 1000-нан 352-ке тең болады екен. Келесі 8-шісін шығарайық. 16 бүтін 100-ден 3
көбейтілген 0,6 тең 0-ді жоқ деп есептейміз де 1603-ті көбейтеміз 6-ға. Сонда нәтижесі 8, 1, 6, 9 болады. Өтірден кейін 3 сан бар. Сонда 9 бүтін 1618-ге тең болады екен. Келесі 9-сын шығарайық. 36 бүтін 100-ден 11 көбейтілген 0,5 тең 36 жоқ 0 өтірді жоқ деп есептейміз де 3611-ді көбейтеміз 5 санына. Сонда нәтижесі 5, 5, 0, 18 болады. Өтірден кейін бізде 3 сан бар. Сонда 18 бүтін 1055 сан.